Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, сенімен бірге қазақша онлайн бизнес каналы. Сен бұл каналдан интернетте қалай ақша табуға болатынын біле аласың. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Бүгін мен саған интернетте оп-оңай ақша табуға болатын 3 сайт туралы көрсеткім келіп отыр. Егер де сен интернетте оп-оңай жолмен ақша тапқың келетін болса, міндетті түрде осы видеоға алдын ала лайк басып, видеоны соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сосын сен менің каналыма осы видео арқылы келіп отырған болсаң, міндетті түрде менің каналымдағы барлық видеоларды қарап шығуыңа кеңес беремін. Сонымен видеоны бастаймыз. Сонымен интернетте оп-оңай ақша табу үшін саған промо ВК деген сайт керек. Бұл сайттың ссылкасы осы видеоның описаниясында. Егер де сен бұрын бұл сайт туралы естімеген болсаң, білмейтін болсаң бұл сайт туралы. Бұл сайтқа тіркелу оп-оңай ВКонтактедегі страницаң арқылы тікелей тіркеле беруіңе болады. Бұл сайт арқылы ақша табу үшін зарабатывать на заданиях дегенді басасың. Бұл сайтқа тіркеліп болғаннан кейін міндетті түрде бұл сайттың ережелерімен өзің асықпай отырып толық танысып шық. Ол үшін правила дегенге басасың. Немесе мына жерде де азғантай қысқадан нұсқа жазған. Сосын бұл сайт туралы сұрақтарың болса, немесе осы сайт арқылы ақша шығара алмай отырған болсаң, неше түрлі қиындықтарға тап болып жатсаң, техподдержка деген кнопкаға басасың. Содан кейін добавить тикет дегенге басасың. Мына жерге қандай проблемаңды жазасың. Мына жерге толық жазасың проблемаңды. Мына жерге галочка қоясың, создать дегенді басасың. Қиындықтар туындап жатса, менен сұрамайсың. Себебі бұл сайттың администраторы мен емес. Техподдержкасіне жазасың, бір қиындықтар болып жатса. Сосын енді бұл сайт арқылы ақша табу үшін список заданий дегенге басасың. Мына жерде бірнеше категорияда тапсырмалар көрсетіліп тұр. Бұл сайт тек қана ВКонтакте сайтымен ғана жұмыс жасайды. Яғни бұл сайт арқылы ақша табу үшін тек қана ВКонтактедегі страницаң ғана керек болады саған. Бұл сайт арқылы ақша табу үшін группаларға жазыласың, адамдарға дружба жібересің, суреттеріне, посттарына лайк басасың. В общем, кез келген адамның қолынан келетін нәрселер. Енді мысал ретінде 1-2 тапсырма орындап көрсетем. Мысал үшін группаларға жазылып. Бұл жерде бір группаға жазылғаның үшін 10 копейка немесе 11 копейка төлейді. Сонымен тапсырма орындап көрсетем. Тапсырманы орындау үшін выполнить задание дегенге басасың. Сосын перейти деген кнопкаға басасың. Группаға жазыласың. Содан кейін промо ВК сайтына қайтып келесің. Я выполнил задание деген кнопканы басасың. Мысал үшін қазір менің счетымда 67-84. Екінші тапсырманы орындап көрсетем. Выполнить задание. Перейти. Группаға жазыламыз. Промо ВК сайтына қайтып келеміз. Я выполнил задание деген кнопканы басамыз. 84-94 болды. Бұл сайт арқылы ақша табу жағы түсінікті. Енді тапқан ақшаңды шығару үшін мына кнопкаға басасың. Сосын тапқан ақшаңды минимал 50 рубль болған кезде ғана шығара аласың. Сосын мына жерде азғантай ғана мағлұмат бар ақша шығару туралы. Мына жерге қанша ақша таптың, сумманы жазасың. Мына жерде тип перевода деген жерде WebMoney кошелегің болса, WebMoney кошелегінің счетын жазып, создать заявку дейсің. Ал егер де WebMoney кошелегің болмайтын болса, Kiwi кошелегін таңдайсың, счетың жазасың, создать заявку дегенді басасың. Бұл сайт туралы түсінікті. Енді келесі сайт. Сонымен келесі сайт ВК Target деген сайт. Бұл сайт туралы бұрын естімеген болсаң, бұл сайт туралы білмейтін болсаң, бұл сайттың да ссылкасы осы видеоның описаниясында. Тіркелу жағын көрсетпеймін, тіркелу оп-оңай. Бұл сайтқа да ВКонтактедегі страницаң арқылы тікелей тіркеле беруіңе болады. Бірақ менің ойымша өзіңнің қолданып жүрген электронный почтаңды қолдан тіркелгенің дұрыс. Бұл сайт арқылы ақша табу үшін әртүрлі әлеуметтік желілердегі аккаунттарың керек болады. Мысал ретінде тапсырма орындап көрсетем дәл қазір, себебі маған орындауға тапсырмалар көрініп тұр.
ВКонтактеге арналған тапсырма орындап көрсетем. Группаға жазыламыз. ВК-таргет сайтына қайтып келеміз. Проверить дегенді басамыз. Тапсырмалардың саны өте көп шығып кетті. Енді осындай тапсырмаларды орындау үшін ең бірінші осы сайтқа барлық әлеуметтік желілердегі аккаунттарыңды осы сайтқа привязка жасайсың. Ол үшін настройки дегенді басасың. Сосын мына жерде көрсетілген барлық әлеуметтік желілердегі аккаунттарыңды осы сайтқа привязка жасайсың. Қандай әлеуметтік желілерде аккаунттарың жоқ, сол әлеуметтік желілерде міндетті түрде аккаунттар аш. Барлық әлеуметтік желілердегі аккаунттарыңды осы сайтқа привязка жасап болғаннан кейін заработать деген кнопканы басасың. Сосын мынандай әртүрлі әлеуметтік желілерге арналған тапсырмалар шығатын болады. Жаңағы айтқанымдай, бұл сайт арқылы көбірек ақша табу үшін барлық әлеуметтік желілердегі аккаунттарыңды осы сайтқа привязка жасайсың. Қандай әлеуметтік желілерде аккаунттарың жоқ, сол әлеуметтік желілерден міндетті түрде аккаунт аш, сонда ғана бұл сайт арқылы көбірек ақша табасың. Сосын бұл сайтта күндізгі мезгілде тапсырмалар онша көп болмайды. Бұл сайтқа тек қана кешкі мезгілде, яғни сағат кешкі 8-дерде, 9-дарда, 10-дарда кіріп тапсырмаларды орындауыңа болады. Сол кездерде тапсырмалардың саны өте көп болады. Ақша табу жағы түсінікті. Енді бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды минимальный 15 рубль болған кезде ғана шығара аласың. Ақшаңды шығару үшін мына кнопкаға басасың. Мына жерде ақша шығару туралы аз-маз мағлұмат жазылған, керек болса өзің асықпай отырып оқып шығасың. Сосын бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды мынандай электронный кошелектерің болса шығарып алуыңа болады кез келгеніне. Сонымен бұл сайт туралы да түсінікті. Енді келесі сайт. Сонымен ең соңғы сайт VK-Storm деген сайт. Бұл сайт туралы бұрын естімеген болсаң, бұл сайт туралы білмейтін болсаң, бұл сайттың да ссылкасы осы видеоның описаниясында. Бұл сайтқа тіркелу оп-оңай, ВКонтактедегі страницаң арқылы тікелей тіркеле беруіңе болады. Енді бұл сайт арқылы ақша табу үшін тек қана ВКонтактеге арналған тапсырмаларды ғана орындайсың, яғни бұл сайт тек қана ВКонтакте сайтымен ғана жұмыс жасайды. Бұл сайтта тапсырмаларды орындағаның үшін рубль төлемейді, point төлейді. Яғни бұл сайттың өздерінің point деген валютасы бар. Енді ақша табу үшін бір-екі тапсырма орындап көрсетем. Мысал үшін мына тапсырманы орындаймыз. Тапсырмаға өтеміз. Группаға жазылып тұр екен. Проверить дегенді басамыз. Жауып тастаймыз. Тағы да бір тапсырма орындап көрсетем. Аренда квартир. Группаға жазыламыз. VK-Stormға қайтып келеміз. Проверить дегенді басамыз. Скрыть дегенді басамыз. Мына тапсырманы орындап көрсетем тағы да. Группаға жазыламыз. VK-Storm сайтына қайтып келеміз. Проверить дегенді басамыз. Скрыть дегенді басамыз. Міне осындай оп-оңай тапсырмаларды орындап ақша табуыңа болады VK-Storm сайты арқылы. Енді бұл сайтта тапсырмаларды орындағаның үшін рубль төлемейді, point төлейді. Яғни бұл сайттың өзінің ішкі валютасы бар. Бұл сайтта тапқан поинттарыңды рубльге айналдыру үшін биржа дегенге басасың. Менің счетымда 150 поинт бар. 150 поинт 3 рубль 34 копейка екен. Бұл сайттан ақша шығару үшін вывод дегенге басасың. Бұл сайтта тапқан ақшаңды минимальный 15 рубль болған кезде шығара алады екенсің. WebMoney кошелегіңе шығарып алуыңа болады. WebMoney кошелегің болса. Телефон балансыңа тек қана Россияның адамы болсаң ғана шығара аласың. Яндекс кошелегің болса, Яндекс кошелегіңе шығарып алуыңа болады. Kiwi кошелегіңе шығарып алуыңа болады. В общем, бұл сайт туралы да түсінікті. Сонымен мен бұл видеоны осы жерден аяқтаймын. Егер де саған видео ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерді достарыңмен бөліс. Сосын бұл сайттар арқылы өмір сүруге болатындай ақша таба алмайсың, бірақ телефоныңа единица салуға, интернетіңнің ақшасын төлеуге ақша табуыңа болады. Сондықтан да бұл сайттарды міндетті түрде қолданасың деп ойлаймын. Алдағы уақытта әлде неше түрлі қызықты өте керемет видеолар шығаратын болам. Сондықтан да қазақша
онлайн бизнес каналына жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен келесі видеода кездескенше.